күн, саламатсыздар ма? Бүгін біз онлайн кітап жасауды үйренетін боламыз электронды. Ол үшін біз Render Forest жаңағы приложениесінен немесе ноутбуктан, компьютерден ссылкасымен бірге кірсеңіздер болады. Ссылкасын Telegram чатқа қойдым. Кірген бетте мына видео батырмасын басып, бізде мынандай шаблондар шығады. Мен пресет деп таңдадым, себебі пресет дегенде біз дайын форматты өзіміз өзгерте аламыз. Поискқа книги деп батырмасын басып іздейміз. Бізге міне бірнеше кітаптың түрлері шықты. Осы вариантты таңдайтын боламын мен. И төменде міне создать сейчас деген батырманы басамыз. Загрузка болып жатыр. И бізде қараңыздар 1, 2, 3, 4 деп төменде бірнеше страница ашылды. Осы страницада берілген материалдарды біз мысалға мына жерде өзіміз өзгерте аламыз. Допустим, мынаны көшіреміз, оның орнына добавить етеміз да, загрузканың ішінен мысалға мен өзімнің фотомды қоямын. Либо мына фотоны қоя саламыз. Мынаны былай өзіңізге ыңғайландырып, жаңағыдай размерін кішірейте бересіз, былай үлкейтесіз, қалағаныңызша. Так, готово дейміз. Міне мына бір фото болды. Название книги жазамыз. Ағылшын, допустим. Так. Мынаны өзгертейік, удалить етеміз. Добавить загрузкидің ішінен. Мына суретті қойым келіп тұр. Так, екіншісін таңдаймыз. Мынаның орнына загрузки. Готово. Мынаның орнына загрузки. Готово. Мына жерге сөздерді жазсаңыз болады, өзіңізге қажетті. Загрузки. На настройку. Мынау керек емес, мысалға, допустим, мыналар артық уже. И осыларды таңдаймыз, бір тексеріп шығамыз барлығын. Енді жоғарыда міне предпросмотр деген бастырманы басамыз. И на быстрый предпросмотр дейміз, себебі ол бізде тегін жүреді, қалғандары ақылы түрде жүреді. Қазір видеомыз дайын болғаннан кейін оны сақтап аламыз компьютерге. И сақтап алғаннан кейін оны CapCut'қа кіріп, мына жерде шетінде бізде водяной знак тұрады осы сайттың. Сол водяной знакты басқа да бір стикермен, немесе осы видеомен, немесе тағы да бір жазумен жасырып қойсаңыздар болады.